сәлеметсіңдер ме оқушылар? 3-ші сынып 86-шы сабақ 96 бөлінген алды түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу. Екінші есепті шығармас бұрын екінші есептің астында тұрған ережеге назар аударсақ, бұл жерде екі таңбалы, мысалға 96, 58 сияқты, және де үш таңбалы сандар, мысалға 580, 960 деген сияқты сандарды бір таңбалы санға бөлу үшін, яғни бір таңбалы деген 2, 4 деген сияқты бөлу үшін оның әрқайсысын осы санға бөлінетіндей етіп ыңғайлы қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Мысалға, бірінші мысалға қарайтын болсақ, 58 санын 40 қосылған 18 сандарының қосындысы ретінде қарастырып, оларды жеке-жеке бөліп қоссақ бізге ыңғайлырақ болады. Яғни негізінен осы амалды орындай отырып, осы есепті шығару керек.